Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді әрі тойымды, өте тез дайындалатын таңғы ас дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір қызанақты жуып тазалап, домалақтап, жұқалап турап аламыз. Қызанағымызды осылай турап аламыз да, енді болгар бұрышын турайтын боламыз. Болгар бұрышымызды жуып тазалап, бір данасын тураймыз. Бірінші салымқа етіп тураймыз да, сосын кубиктап, майдалап тураймыз. Бұл таңғасымызға өздеріңіз қалауларыңызша шұжық, сыр, көк шөп барлығын қоса берсеңіздер болады. Үйде не бар, соның барлығын қоса берсеңіздер өте керемет дәм шығатын болады. Міне осындай майдалап турап аламыз да шетке қоямыз. Басқа ыдысқа 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша приправа салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз да, үстіне жаңағы туралған болгар бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне кішкене сүт құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Орташа отта қызып тұрған табаға азғантай май құямыз да, жаңағы қызанақтарымызды әдемілеп тізіп қойып шығамыз. Біздің қызанақтарымыздың асты әдемілеп жұмсарып піскен соң беткі бетін аударамыз да, ол жағы да кішкене қызарып пісуі керек. Осындай кезге енгенде үстіне жаңағы жұмыртқалы массамызды құйып, табаның қақпағын жауып 5-10 минуттай ұстаймыз. Жай отқа қойып пісіретін боламыз. Қақпағын ашуға болмайды. Міне біздің таңғасымыз осымен дайын, оп-оңай болып дайындалады. Тіпті 10 минуттың ішінде өте дәмді, тойымды таңғасымыз дайын болады. Барлығыңыз жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.